Сәлем достар, қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш, қай кезде қарап атқандарыңыз болса да, кешкісін ерте, жалпы осы видеоны қарап атқан жандар барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бұл ең алғашқы біздің сабағымыз. Қош келдіңіздер. Бұл біздің сабақта негізі жалпы фото-видео съемкаға дейінгі негізгі дайындықтар туралы айтатын боламыз. Жалпы видеоға түсіру деген бұл қарапайым нәрсе емес. Тек алдың, телефонды алдың, немесе камераны алдың, түсіре салдың, монтаждадың, ондай емес. Бұған арнайы дайындық қажет. Болып табылады, жалпы кез келген нәрсеге біз дайындаламыз, сондықтан арнайы дайындық қажет. Ең бірінші болған айтатын нәрсеміз, бұл видео қандай видео түсірейін деп жатсыз, сол туралы бірінші анықтап алған дұрыс болып табылады. Мысалға сіз қандай видео, ол бір жай видео болуы мүмкін, баяу мысалы түсірілетін видео, немесе бір динамичный спортивный видео болуы мүмкін, мысалға әртүрлі қозғалыстармен жүгіру, секіру деген сияқты сондай болуы мүмкін, немесе бір қандай отбасылық видео болуы мүмкін, сіз өзіңіздің отбасыңызды, жақындарыңызды жақсы бір моменттен, көңілді бір кештерден түсіріп алғыңыз келеді, сондай болуы мүмкін, немесе бір влог видео болуы мүмкін, сіз мысалы бір жерге барып келдіңіз, соны арнайы басқа достарыңызға ол әлеуметтік желіде бөлісу арқылы көрсеткіңіз келді, мысалы сондай влог видео болуы мүмкін, ол вайн болуы мүмкін, әзіл, тағы да басқа видеоның жанрлары көп, мысалы рекламный видео болуы мүмкін, немесе бір музыкальный жалпы клип болуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші қандай жанрдағы видео екенін анықтап алуымыз керек, басымызда өзіміз ойлап. Ең желательный нәрсе, егер сізге әркім әртүрлі ойлауы мүмкін, енді әркім басында біреулер сақтап алады, немесе кейбіреулер жазып алады. Сондықтан сізге жазу ыңғайлы болса, арнайы ноутбукта немесе қағазда жазып, былай структурасын құрып алыңыз, қандай видео түсірейін деп жатырсыз. Екінші нәрсе ол локация. Сіз оны қандай жерде түсіресіз? Сырт далада түсіруіңіз мүмкін, немесе бір закрытый жерде, яғни заведениеде түсіруіңіз мүмкін, іште, квартирада, торговый центрда, басқа жерлерде деген сияқты. Сондықтан локацияны бірінші таңдап аламыз. Сіздің жалпы видеоңызға қандай локация келіп тұр, сәйкесінше соны анықтап, идеальный келетін локацияны таңдап аламыз. Одан кейін қай уақытта түсіретініміз, ол видеоға атмосферасын дұрыс беру үшін таңертең болуы мүмкін, обедтің уақытында, кешкісін, немесе қараңғыда деген сияқты. Қараңғыда, яғни үстіңізден бір жарық түсіп тұрады, сондай бір атмосферада түсірілетін мүмкін видео шығар. Соны анықтап алыңыз. Көптеп локациялар таба алмай жатсаңыз, ізденіңіздер, интернетте көп, инстаграмда көп, жалпы қалаңыздың әр жерінде көптеген нәрселер болуы мүмкін, соған қарай таңдап алыңыз. Ең керемет уақыт ол мынау сағат 11-ден 12-ге дейінгі уақыттар, мысалы таңертеңнен бастап. Сол кезде күннің көзі әдемі түсіп тұрады, сізде түсіретін адамның бетіне немесе қандай да бір заттар үшін прямой түспейді. Егер прямой түсетін болса, ол адам беті ағарып кетуі мүмкін, қатты пересвечение, яғни экспозициясын настроить ету қиын болады. Пересвечение, яғни свет слишком көп болады, адам беті сап-сары болып кетуі мүмкін. Сондықтан егер прямой түспесе, шамалы жағыңыздан түсетін болса, сол кезде жарық әдемірек болып табылады. Және екінші уақыт ол түстен кейінгі бір 4-5-тердің аралығындағы 4-5-тен кейінгі уақыттар. Сол кездерден бастап далада түсіретін болсаңыз, тоже күн шамалы қақ төбеден кетіп, обедті уақыттардан енді былай қарай керісінше батайын деп жатқан кезде өзі әдемі бір жарық түсіп тұрады. Сондықтан сол моменттерді жақсы есіңізде сақтаңыз әрдайым. Сол кезде жақсы кадрларды алуға болады. Және үшінші айтатын нәрсеміз, сіз не нәрсені түсірейін деп жатсыз, ол бір заттар болуы мүмкін ба, табиғат түсіресіз ба, немесе адамдарды, яғни актерлардың қатысуымен болатын видеороликтер бола ма. Сондықтан соны еске сақтап, бірінші анықтап алыңыз. Егер адамдар қажет болатын болса, сізге актерлар, ол қандай адам болуы мүмкін? Ол тек сөйлеген кезде, яғни ол сізге дауыспен керек бола ма, ол актерлік шеберлігі бар адам керек па, немесе жалпы сымбатты, келбетті, бойы ұзын актерлер керек па, немесе кіші болуы мүмкін, арық, толық деген сияқты адамның сіздің жалпы видеоңыздың қандай нәрсе түсірейін жатқаныңызға байланысты. Сонымен бірінші келісесіз, оған киімі қандай болу керектігін барлығын айтасыз, осындай уақытта, осындай жерде, соның барлығын келісіп, сіздің видеоңыздың іске асыруына көмектесу қажет. Ол актерлер сіздің досыңыз болуы мүмкін, танысыңыз болуы мүмкін, сондықтан оның барлығын алдын ала ойлап алыңыз. Одан кейін сіз қандай өлеңді қолданайын деп жатырсыз, алдын ала оның бәрін еске алған жөн. Мен мысалы өзім видео түсіретін болсам, бірінші монтаждан, кадрдан бұрын мен өлеңін анықтап аламын. Мысалы негізі бір өлеңге түсіретін болсам, сол өлеңін анықтап аламын. Одан кейін
оған қажетті болатын кадрларды ойластырамын, оған локациясын ойластырамын, уақытын ойластырамын. Сондықтан сіз кейбір моменттерде болуы мүмкін, өлең қатты роль ойнамайтын, там жай түсірілген, баяулатылған кадрлар кезде сіз жай ақырын өлеңді ала салсаңыз болады. Ал егер алдын ала бір өлеңге сәйкесінше жасалған видео болатын болса, бірінші сізде өлеңі дайын тұру керек. Мен лично өзім солай жасаймын, өлеңін таңдап аламын, соған кадрларды подобрать етіп, кейін монтаж жасағанда өзіме ыңғайлы болып табылады. Және тағы айтып кететін нәрсе, осы өлеңдердің соңғы бонус сабақтарда бар, өлеңдердің сіздерге көп қорын берем, жалпыша айтқан кезде көптеген өлеңдер бар, қай жерден алуға болады, қандай тематикада, соның барлығын тоже айтып кететін боламын. Және осы видео съемкада негізгі қатты рөлді ойнайтын ол жарық болып табылады. И сіздерге кеңес беретін ол ең алдымен бюджетный вариант жарықтардың бірі ол күн болып табылады. Яғни күн қарапайым табиғи күн, ол сіздер әрдайым кез келген жерде шығып, кез келген жерде көмектесе алады. Сондықтан соны пайдаланыңыздар, немесе ол іште түсіретін болсаңыз, енді ішке күн түспейді. Сондықтан сізге қосымша жарық қажет болатын болса, арнайы жарықтарды өзіңізге қарай енді сатып алсаңыз да болады. Арнайы жарықтар болуы мүмкін, немесе қасыңызда досыңыздың тағы да бір телефондары болса, мынандай қарапайым телефоныңызды фонариге пайдалансаңыз болады. Мынандай фонариктерді пайдалансаңыз болады. Бірақ бұл фонариктарды қараңғыда өте қатты пайдаланбаған жөн, себебі бұл жарық сізде прямой түсетін болғандықтан адамның көздерін түсіретін кезде ол қызарып кететінін байқайтын шығарсыздар. Там фотоларды түнде түсіретін кезде адамның көзі қызарып сондай болып қалады. Сол үшін желательно пайдаланбаған. Іште түсіретін болсаңыз, жарығы көбірек жерді тауып көруге тырысыңыз, немесе жаңағыдай қосымша жарықтарды алыңыз. Егер сіздің жарығыңыз жеткіліксіз болса, ол сіздің экспозицияңызды көтеріп, ол түсіру керек болады. Экспозиция көтерген сайын сізде кадрыңызда шумдар пайда болады. Яғни жарықтың жетіспеушілігінен мынандай пиксельдарға бөлініп, әдемі емес кадрлар болып қалады. Сондықтан кадр барынша әдемі шығу үшін жарықтың жеткілікті болғаны дұрыс. Негізгі фото, видео түсіргенге дейінгі дайындықта айтылатын нәрселер осы. Жаңа айтып кеткен барлық нәрселер, сценарийі бар, локациясы, музыкасы, жанры, барлығы. Тағы да бір қайталап алыңыз, қарап алыңыз, есіңізде қалу үшін. Енді ары қарай біз келесі сабақта уже фото, видео түсірілімге кірісетін боламыз. Барлықтарыңызға сәттілік.